Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйіретін өте жұмсақ болып шығатын белеши дайындайтын боламыз. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен бірнеше рет жасап көрдім. Маған өте қатты ұнады, сол себепті сіздерге де рецепт түсіріп отырмын. Ең алдымен жылы сүтке аздап ұн мен құмшекер және де құрғақ дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Біздің дрожжымыз әдемі болып көтерілуі қажет. Міне біздің дрожжымыз дайын болды. Енді оған аздап тұз салып, жарты пияладай күнбағыс майын құямыз. Одан кейін жылы сүтімізді құйып, қамырымызды илейтін боламыз жұмсақ етіп. Ыңғайлы болу үшін бірінші қасықтың немесе осындай лопатаның көмегімен жақсылап араластырып, ұнымызды салып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, оған қара бұрыш және тұз, және де пияз қосып, жақсылап мыжып, дайындап қоямыз. Қамырымыз да көтеріліп, дайын болды. Енді осы дайын болған қамырды аздап күнбағыс майын жаңағы столға құйып, және де қолымызды майлап алып, қамырымызды орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Міне өзімізге қажетті бөліктерге бөліп дайындап алдық. Енді үстін осындай салафанның көмегімен жауып, 5-10 минут күтеміз. Біздің қамырымыз әдемі болып көтерілуі қажет тағы да. Дайын болған қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен шет-шетін баса отырып, ортасын қатты жұқартпай, осылай дөңгелек қамыр жайып аламыз. Енді ортасына салмасын салып, осылай бір-біріне біріктіре отырып, жабыстыратын боламыз. Ортасында аздап бізде тесік қалуы қажет. Қамырымызды бүккен күйінде қалдырмай, осылай үстін аздап басып, жұқартатын боламыз. Қазір біз майға салып қуырған кезде әдемі болып пісуі қажет. Майымызды орташа етіп қыздырып алып, белешелерімізді саламыз. Және де мына ортасында жаңа біз қалдырған тесікке аздап қасықтың көмегімен май құйып тұрып пісіретін боламыз бір бетін. Сол кезде белешеміз өте әдемі болып, сочный болып пісетін болады. Енді келесі бетіне ауыстырамыз. Бір айта кететін жайт, біздің майымыз қатты қызбауы қажет. Егер қатты қызып тұрған майға салатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың бет жағы пісіп қалады да, ортасы шикі, яғни еті де дұрыс піспей қалады. Сол себепті майымызды жай қойып, орташа отта пісіреміз. Белешейді алған соң міндетті түрде осындай қағаз сүлгінің үстіне қойғандарыңыз дұрыс, майы әдемі болып сырғуы қажет. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.